Сәлеме, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай бір туындыға байланысты бір патология жасап шығаратын боламыз оқушылар. Енді қарайық. Берілген функцияның туындысын табыңыз дейді. Y тең x-тің x дәрежесі. Енді оқушылар, x-тің x дәрежесінің туындысы қалай болады? Мысалы біз білеміз, x-тің квадратының туындысы қандай болады? X-тің квадратының туындысы қандай болады? 2x болады. Білеміз ғой, 2 алдан се дәреже 1 болып кетеді, болды. Ал 2-нің x дәрежесінің туындысы қандай болады оқушылар? 2-нің x дәрежесінің туындысы қандай болады? X квадраттікі 2x. Ал 2-нің x дәрежесінің туындысы 2-нің x дәрежесі көбейтілген ln 2. Ал 2-нің 2 дәрежесінің туындысы қандай болады? Так, мынау 4 қой. 4-тің туындысы 0 ма? Санның туындысы 0, 0. Ал енді x-тің x дәрежесінің туындысы қандай болады? Вот, мына сұрақ аяқта жатыр. Көрдіңіздер ма? Мына айнымалының сан дәрежесі түсінікті. Ал санның айнымал дәрежесі түсінікті. Санның сан дәрежесі түсінікті. Енді айнымалының айнымал дәрежесінің туындысы қандай болады? Енді оқушылар, қарайық. Кірісек есеп шығаруға. Бізде мынандай нәрсе бар, мысалы мынаны қарайықшы. Мен бүйтіп айтсам, а-ның лог а негіздегі x дәрежесі десем. Мынау нешеге тең оқушылар? Лог а мен а қысқаратта x қап қояды. Дұрыс па оқушылар? Мына нәрсе дұрыс. Енді бүйтіп айтсам былай болады. Мысалы мен x-ті бүйтіп жазсам бола ма? X-ті e-нің ln x дәрежесі деп жазсам бола ма? Болады. Өйткені не үшін? Мына ln деп отқаның ол log e, мына log e мен e қысқаратта, мынаяқта x қана қалады ғой. Түсінікті болмақшылар. Демек, x-тің x дәрежесінің туындысын таппай тұрып бірінші кезектен бүйтейін. X-ті, мына x-ті кімге теңестіріп алсам болады? E-нің ln x дәрежесіне теңестіріп алсам бола ма? Демек, x деп отқаның e-нің ln x дәрежесі. Сыртында кім бар оның? Сыртында x дәреже бар. Так, x-тің x дәрежесі деп отқаның сонда осы нәрсе ғой. E-нің ln x дәрежесінің x дәрежесі. Ол тең болады. Мына дәреже жақшаның сыртында болса бір-біріне көбейтіледі да, e-нің ln x көбейтілген x дәрежесі. Ал сонда x-тің x дәрежесімен мына нәрсеге теңестіріп ала аламын ба оқушылар? Ала алам, иә? Енді e-нің дәрежесін табасам болды ғой. Ал e-нің ln x көбейтілген x дәрежесінің туындысын қай тапсам болады оқушылар? E-нің туындысы ол бізде e-нің өзі, e-нің дәрежесінің туындысы ол e-нің дәрежесінің өзі. E-нің ln x дәрежесі көбейтілген x. Еще оны көбейтесің кімге? Мына дәрежесі күрделі болғандықтан дәрежесінің туындысына тағы көбейтем. ln x көбейтілген x-тің туындысына тағы көбейтем. Сонда ол бізде тең болады. Ол тең. Мына e-нің ln x дәрежесін бүйтіп бөлек алып қояйын. Сыртында x бар. Оны көбейтесің енді ln x көбейтілген x дәрежесінің туындысы деп отқаның ол. U көбейткен v-ға салатын болсаң, ln x-дің туындысы 1 бөлінген x, көбейтесің v, x. Қосасың u-дің өзін, ln x-ті көбейтесің, мына v-ның туындысына, x-дің туындысы ол бізде 1 болады екен. Оны жазбай қойсам болады. Так, болды. Енді бұл тең болады. E-нің ln x дәрежесін жаңа айттық, кім болады? ln мен x қысқаратын болса, x-тің, мына нақты x қап қойды, x-тің x дәрежесі көбейтілген, мына x пен мына x қысқартатын болсақ, 1 қосылған ln x қалады екен. Демек, біздің есептің жауабы x-тің x дәрежесі қосылған көбейтілген 1 плюс ln x болады екен. Сонда есептің жауабы Б варианты болады екен. Ал оқушылар, енді кеттік келесі есепке. Берілген функцияның туындысын табыңыз дейді. Логарифмнің негізінде x тұр ғой, айнымал тұр ғой. Енді мысалы қарайық оқушылар, бұл есепке кірмей тұрып бір-екі нәрсені көріп алайық. Мысалы мен бүйтіп айтсам қалай? Log x негіздегі x-тің туындысы қандай болады оқушылар? Log x негізде x-ның туындысы қандай? Қалай ойлайсыздар? Мына көріп шошып кетуіміз мүмкін, ә? Log x негізде x деп отқан кім ол оқушылар? 1-ге тең ба? Мысалы log 3 негіздегі 3, ол 1-ге тең ғой? 1-дің туындысы ма сонда? Ал 1-дің туындысы 0-ге тең. Көрдіңіздер ма? Ал мынаның туындысы қандай? Log мысалы log 2 негізде x-ның туындысы қандай болады оқушылар? Ол 1 бөлінген 2s көбейтілген ln 2 болады. Ал мына негізінде де x тұратын болса қалай болады оқушылар? Иә, қалай болады? Енді менде оқушылар жаңа негіз енгізу деген нәрсе бар. Ол қалай? Мен мысалы бүйтіп айтсам, log a негіздегі b-ны бүйтіп айта аламын ба? Log s негіздегі b бөлу log s негіздегі a деп ше. Яғни жаңа негіз енгізу деген осындай бір формула бар екен да бізде. Осындай бір формула бар екен. Енді қарайық. Менің мына log x негіздегі 2s деп отқаным, log x негіздегі 2x минус 1 деп отқаным. Оны бітсем бола ма? Е деген негіз енгізсем бола ма астымен үстіне де? Логарифм
e негіздегі 2x минус 1 бөлінген логарифм e негіздегі x деп ше. Ал лог e негіздеген кім ол? ln ғой. Демек ln 2x минус 1 бөлінген, ал лог e негізде x деп отқаның ол ln x екен. Сонда мен мына өрнекте бұлай жаза алады екем ғой оқушылар. Кеттік. Енді мынаның туындысын тап деген сөз. Мынаның туындысын табасың болды ма? Кеттік. ln 2x минус 1 бөлінген ln x-тің туындысын табу үшін оқушылар, мен бұны u бөлінген v-ға салсам болды ғой. u бөлінген v-ға салсам болды. Так, енді оқушылар u туынды деп отқаны кім? ln-ның туындысы кім? ln 2x минус 1-ның туындысы. Ол 1 бөлінген 2x минус 1 көбейтілген, мына u-дың ішіндегінің іші 2x минус 1-ның туындысы, ол бізде 2. Мына u туынды көбейтілген v, мына u бөлінген v-ға салатын оқушылар, азайтылған u, мына u көбейтілген v туынды, ол 1 бөлінген x. Бөлесің мына v-ның квадратына, ln x-ің кіміне? Квадратына. Мен нараға жаз қоймаңыздар квадратына, мына жерге жазамыз, болды. Сонда бұл тең бөлімі ln x-ің квадраты, ал алымы ln x-ына 2 көбейтетін болсақ 2 ln x бөлінген 2x минус 1 азайтылған, мына ln 2x минус 1-ті үстіне көбейтетін болсақ ln 2x минус 1 бөлінген x екен. Болды. Яғни осылай алып қалсақ жеткілікті екен. Сонда мына есептің, мына логарифмнің туындысы мынандай бір сәл ұзақтау бір жауап шығады екен. Мына есептер ұнаған болса оқушылар, лайк басып, коммент жазып, бөлісіп кетсеңіздер, біз де қуанамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.